алаштықтар алаш әскерін құрып, ақ гвардияшылармен бірге Совет үкіметіне қарсы жүрген соғысқа араласты. Ал енді бұның немен аяқталғанын біз тарихтан білеміз. Ақ гвардияшылар оларды қолдаған алаштық саяси күш жеңіліске ұшырады. Ресей империясы көлемінде большевиктер партиясының билігі орнады. Ал енді осы большевиктер партиясының билігіне алаштықтардың қатынасы қандай еді? Бөкейханов, Байтұрсынов және басқа алаш басшылары социалистік революция, большевиктер билігі, айтысы пролетариат диктатурасы біз күткен мемлекеттік билік емес деді. Яғни қазақ халқы үшін октябрь социалистік революциясы бұл жат қонақ деді. Біз күтпеген қонақ деді. Яғни алаштықтар социалистік революцияны Совет үкіметін қабылдай алған жоқ. Ал енді большевиктер билікке келгеннен кейін өздерінің алған бағытын жүргізе бастады. Олардың алған бағыты тап күресі бағыты болады.